Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Болтай Батыр атындағы шағын орталықты орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Байбекова Гүлсім Мергенбайқызы. Пәнім ана тілі. 1-ші сынып. Сабағымның тақырыбы әже. Жуан және жіңішке дауысты дыбыстар. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттарым: оқу түрлерін, оның ішінде буындап оқу, тұтас оқу, мәнерлеп оқу, түсініп оқу түрлерін қолдану. Айтылуы мен жазылуы бірдей сөздерді көшіріп жазу және есте сақтау арқылы жазу. Дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажырату. Дауысты дыбыстардың жуан, жіңішке болып бөлінетінін түсіну. Сабағымның мақсаты: өлеңді мәнерлеп оқиды, айтылуы мен жазылуы бірдей сөздерді көшіріп жазады, дауысты дыбыстардың жуан және жіңішке болып бөлінетінін түсінеді. Сабағымның барысы: психологиялық дайындық. Оқушыларды сабаққа дайындаймын және назарларын сабаққа аударамын. Өткенді еске түсіру арқылы балақайлар әні өлеңін мәнерлеп оқытамын. Ата, әже, бота сөздеріндегі дауысты дыбыстарды және олардың жуан, жіңішке екенін сұраймын. Жуан дауысты дыбыстарды сұрап, оларға мысалдар келтіремін.